Ендеше келесі топты өздеріңіз экрандан көріп тұрсыздар. Мінекей олар қазір дайындық үстінде. Тегіннен тегін емес. Бұл жігіттер бағдарлама бастала салысымен мен сіздерге айтқан болатынмын. Яғни әзіл де болады, ән де болады деп. Ендеше көз тимесін КВН командасын қарсы алыңыздар. Қарсы алыңыздар, көз тимесін! Кәдекей! Таких ханым, дом не помню я уже. Вечеринка Волжата на 4-м этаже. А мы нота выше, а мы нота ниже. Айтыры жатыр вечеринка сол жерде. Көз тимесін текшелерді сен прохожа не давал. Көп қыздардың жүректерін потихону воровал. Кейбір қыздар алдымызда не по теме так дрожали. Потому что қыздар бізді шетімізді обожали. Жайдерман, крутой. Будем қуамыз, біздің только с тобой. Жайдерман, қосылшы көрермен. Мы хотим играть с тобой, мы хотим играть с тобой. Сәлем достар! Марат! Жалт маңлайшы, мәге. Шапат? Мен Марат емеспін ғой? Марат кән? Мәне? Сен кімсің? Азамат? Мен нан азамат деп жүрмін ерде. Әзеге ренжімейсің. Жаман өрс кетіпті да? Уағалейкум ассалам. Не болды? Кішірек қапсың жалпы. Мәге, мынау бүгін республикамызға танымал белгілі Алтынбек Тәшімбетовтің әншінің концертіге отырмыз ғой, дұрыс па? Кімнің концерті? Әнші Алтынбек. Әншін қайдам, Алтынбектің концерті точно болып отыр. Қарсы алыңыздар! Марат, бұл деген білесің ба, нағыз әнші. Кім? Әнші деп е? Оның клипі бар, білесің ба? Қандай клипі бар? Махаббат аралам, анау артында открыткілер тұратын клип бар. Мойындамайсың ғой? Сөйтсе біреу бүйтіп қояды, бәрі Алтынбекті сөйтсе. Тағы да бір клип білесің ба? Қандай клип бар? Айтшы жаным деп. Ол клип емес. Енді? Қандай клип ол, айтшы? Нормальный қыз таппаған. Нормальный свет қоймаған, нормальный съемкасы жоқ, нормальный ана жігіттің өлең айтып отқан жігіттің нормальный гримі жоқ. Тура сенің клипің сияқты. Мойындамайсың ғой? Мойындамайсың ғой? Егер ол әнші болмаса, неге оның концертіне республикамызға танымал әншілер келеді, айтшы? Кім келді? Ойбай, кім келді, айтшы? Ерлан Орынбасаров. Жалғыз аққуға ғашық болып жүрген. Ғасыр, жалғыз аққу су бетінде өшіп келеді, деген ба? Мойындамайсың ғой? Шыма сол, Mesela тағы бір әнші айтайын. Кім? Нұржан Қалжан. Баба қасым шалақтаған. Сен айтсаң да кейінгі ол. Девушка, вам что-то надо? Да нет, ты бар ұршас айтып жүрген жігіт та. Ұнамайды, ұнамайды. Ұнамайды. Келесі әнші. Кім? Дархан Кемелов. Жүрегім өзіңді қалады. Деген ана балдырған камера бар, өлең жүрген бала ма? Ол ұнамаса, мен саған нағыз әнші айтайын. Қайсы? Ерболат Құдайбергенов. Ол қайсы тағы да? Анау шы? Жаным, қайнап жатыр ыстық қаным, жаным. Танымаймыз. Танымайсыз ба? Танымаймыз. Енді нағыз жұлдыз. Кім? Хит CV. Виджей Қазыбек. Актив. Виджей Қазыбек? Бұрын қаз дауысты Қазыбек еді, Виджей Қазыбек болып кеткен бәне? Мен мойындамаймын. Шет жақтан келгенде мойындамаймын. Кім мойындайсың? Мен тек қана местный әншілерді мойындаймын. Кім ал? Заттыбек Көпбосынов. Сонымен қарсы алыңдар. Алдарыңызда Заттыбек Көпбосынов өзінің хит әнімен әдемі көреміз, кеттік. Ешкілердің шөп жегені әдемі, ешектердің тоңқығаны әдемі, бегемоттың секіргені әдемі, менен басқасының бәрі әдемі. Сонымен қарапайым жағдай, орысша білмейтін екі студент көреміз. Данияр, кеше мен сағат алдым ғой. Қандай сағат? Мамама бәрді қара. Механизм айналдырсаң айнала бер. Алюминий ма? Скажите. Қоя тұршы. Қара. Кеше мамама бәрді салды. Время подскажите. Молодые люди, время подскажите. Сюда? Время, говорю, время. Сколько времени? Туда. Говори. Проходи. Время. Не вакт, а время. Время. Эй! Да. Зачем тебе?
Не надо, ты сам, значит, не работает. Пойдем. Ондай біз арқылы жалғастырамыз. Сіздердің алдарыңызда қарапайым көрініс ауруханада болған жағдай. Ойбай, аға. Доктор, ба? Жүріш аяқты мен Жолдасбай машинаға қағып кетті. Кім? Жолдасбай. Ойбай, құтқару керек. Бірінші атын жазып алайық. Атын. Ойбай, не қыласың? Ертең сұрайды ғой бізден, ертең сұрайды. 0-мен қаға шықтым. Азамат, жүріш өлет болды. Кетті, Азамат. Фамилиясы. Не қыласың, өлет ғой аяқтан. Фамилиясы. Садуақасов. Қай жыл туылған? Ойбай, 88 болшы. Тоқта, 88 деген жоқ. 1988. Қай күн туылған? Ой, апрель. Қаншасы? 12 апрель болшы. 12 апрель қалай туылады? Не оптал? 12 апрель Гагарин космосқа ұшқан ғой. Оның не қатысы бар бөрде, ол егіз ғой, Азамат. Кім егіз? Азамат. Кімнен? Анау Құлзаматпен. Екеу егіз, сол туылған. Жүрінші Азамат. Егіз болса, онда белгі мен стрелка деп қоймайсыздар ма атын? Оның не қатысы бар жүрді? Кімнен? Азамат не болды оған? Машинаға. Қандай машина қып кетті? Мерседес. Қандай? Сері металлик анау. АБС несі бар ма? Бар. Қашан қуып келдіңдер? Балтикадан. Кім алып келді? Кока. Алып келді ма? Алып келді. Қалай растамушысы бәрі нормально? Нормально, қазір 93 жылда отыр. Через қысы жүрамайды онша ол машина бәрі. Задний бердуші оған мен ештеңе болмайды ғой. Өзіміз былай, короче, 4,5. Келіп жүрсіңдер ғой машина? Жайшым. Ойбай, өліп бадыр аға болып істейсіз. Кім? Азамат өліп бадыр. Неғып өліп бадыр ол? Машинаға. Қайырда оқиды ол? Бірінші жазайық соң. Қайырда оқиды? Ойбай, МКТУ-да. Қай факультет? Ой, тарих болмыш. Тарих. Мамандығы қандай? Ой, саясаттану. Декандары кім еді осылардың? Баршагүл. Сол Баршагүл жары көстемесін балар көңгі шығар жетті. Маған нәрсе оша бағат. Сол балдар оқуда шығар жетті ғой, немесе сол. Қой. Че, не істеп отырсың ауылда өздерің? Нормально, өздерің. Не жауап? Анау сол Алтынбектің концертіне билет 1000, 2000, 3000, негізді 700-ден сатып алады деп сыртта. Қой. Ойбай, аға өліп бадыр. Кім? Азамат өліп бадыр. Өлейді оның мәне? Өлейді. Бар докторға айтсай. Сіз кімсіз? Докторға өшекте тұрған адам, жындым мұны. Бері шығыңдар. Жаңа Алтынбекке барып жолығып келдім мен. Алтынбек жаңа клип түсіріп жатыр екен. Айтшы жаным 2 деген. Соған маған айтты, Мәке деді, сіз ақыл ойыңыз кең, парасатты. Идея бар бенде. Салақ дейінде отыр ғой. Салихалы бір сондай бір жігітсіз. Өзіңізде бір идеялар болса, актерлар болса, сол клип түсіріп берсеңіз деді. Менде идея бар. Сенде идея бар ма? Қандай? Эротикаң десең? Басың істей ма сен? Не айтып отырсың сен? Басты рөлде ойнайсыз ғой. Басты рөл, главный рөл, бастан аяқ. Қыз болып кім ойнайды? Конечно мен. Құрып кете. Бұлай қыламыз. Маған 3 актер керек болды. Айттым, бітті болды. 3 актер. 3. Міне, 1, 2. Заке жақсы онда. Давай. 3 актер. 3 актер. Онда біз рөлдерді өлеміз қазір. Маған 2 Мамбет керек. 2 Мамбет. И 1 ешек керек. Болды, да, ешек. Поза, отырып бұлай. Рөл, да, бастаймыз. Клиптеміз. Яқтан Алтынбек бүйтіп өлең айтып жатады, камера түсіреді төбеден. Алтынбек жіберіп жатыр. Айтшы жаным 2 тек шыныңды. Екіншісі ғой енді. Бұлай қыламыз. 2 Мамбет. Көптен бері қыздарға бармағандықтан. Ей! Қыздарға барайын деп отыр олар ешекке мініп. Бірақ ешек көнбейді. Ешек олар тебе бастайды ешекті. Ешек көнеді. Сөйтті олар ешектің сөміріп алады. Сөйтті қыздарға шауып барады, қыздарға келеді. Сөйтті есіктерін ұрады. Қыздар үйінде болғаннан кейін амал жоқ. Қыздарға звондайды олар. Қарасы? Сөйтті ар жағынан нөмір уақытша сөндірілуі, немесе 2 Мамбетті лақтырып кетті деген дауыспен. Бұлар амал жоқ. Кім қояды шайын ойны? Өлтірдің адамды. Кім? Ойнамай мен ешектің орын. Маған нормальный рөлдер. Немене бересің? Декан бол онда. Бол, декан. Декан. Ой, студент бұлар. Қазір көресіңдер айналайын. 2 студент көптен бері қыздарға бармағандықтан. Ойнам. Декан болғанша ешек болған жақсы, давай. Басынан, новый сценарий. 2 ешек. Ойбай, 2 ешек деп, 2 Мамбет. Ешек көптен бері қыздарға бармағандықтан. Берге бері! Құрметті достар, ондай осы сіздердің дуғыл жабылақтарыңызбен бүгінгі концерттің иегесі Алтынбекті шақырамыз. Алтынбек!
Өздеріңізге белгілі, Алтынбек кезінде бізбен КВН-де де бастаған, біздің ағамыз болып келеді, досымыз болып келеді. Негізі бұл жігіт КВН-ді ойнай береді. Өзінің бір-екі номері бар. Иә? Номеріңіз бар. Пародия. Алдарыңызда қарсаңыздар Алтынбек Тәшімбетов, Қайрат Түнтековке пародия. Сәл түсіндіріп өтсеңізші. Енді 9 май деген жаңа мерекеміз бар. Сонда ана бір ән бар ғой айтылатын. Это день победы, порохом пропах, это праздник сединою на висках деген әнді білесіздер ма? Білсеңіздер, енді елестетіп көріңіздер көздеріңізге. Сол әнді Қайрат Түнтеков айтса қандай болады екен? Онда бұлай болады. Это день победы, порохом пропах, это праздник сединою на висках, это радость на глазах. День победы, день победы, день победы, Check it out. Онда болса, лайықлық. Егорды тап шықты. Не отырыңыз сіз? Болды ма? Осына отырыңыз. Ешнәрсе жоқ енді. Кішігірім ойын өткізейік. Құрметті достар, сіздердің алдарыңызда кто возьмет миллион 10 жүргізушімен Ескендір деп ұрайды бар ма? Марат Досаев және біздің қонақта Алтынбек Тәшімбетов. Сонымен, сізге ескере кететін нәрсе, сізде 3 подсказка бар. Жеңілдік. Біріншісі 50-50. Екіншісі досыңызға сым тетікпен сондай қазақша болып кетті бар. Сотқа келсіне звондасаңыз болады. Ұялы телефон. Иә, ұялы телефонына звондасаңыз болады. Және үшінші жеңілдік бір шелек гүл. Бір шелек гүл. Уақытсы келеді көресіз ол. Неге? Подсказка амалямал бірақ оны. Алтыға амалямаңыз. Ондай болса бірінші сұрақ. Анда А, Б, С, Д дегені бар жауаптармен. Соның ішінде таңдайсыз ғой көресім. Бірінші сұрақ. Ең жек көретін әншіңіз. Нанет жек көретін әншіңіз. А. Ерлан Орынбасаров. Б. Нұржан Қалжан. С. Ерболат Құдайбергенов. Және Д. Виджей Қазбек. Нефтему, е? Өте қиын сұрақ екен. Жеңілді қасаңыз болады. Алайықта онда. Қайсың? 50-50. Ондай болса А. Нұрлан Еспанов. Және Б. Нұрлан Абдуллинға көтті. Айтпақшы Нұрлан Еспановтың пародиясын жақсы салады деңіз ғой сіз? Салып бергіш. Жанеке, белің кішіксіз тамшы. Сол ма? Дұрыс жауабыңыз. Рахмет. Дұрыс жауап Сейфуллин Жолбарыс болатын. Ондай болса, так, нерді қандай сұрақ бар еді өзі? Міне, сіз сахнаға шыққанда, немесе телевизорге шыққанда, экранға шығасыз ғой, сол кезде халық сіз туралы не дейді? А. Мынау тағы шықты ма? Б. Тархан Кемелов шығар. С. Алтынбек. Біздің 26-та оққан ғой. Иә, рахмет. Және де Д. Мынау жақсы екен, нормально өлең. Бірақ анау қыз Шымкентский ма, Ташкентский ма қартан? Білмеймін өздерін. Осы. Қайсысын аласыз? Подсказкасаңыз болады. Андай көмек. Досыңызға звондайсыз ба? Досыма звондайын онда. Кімге звондайсыз? Шапағат деген бір досым бар еді. Шапағат звондайсыз. Қазір. Так, Шапағат қандай еді? Шапағат деген. Контактыда не деп жазып қойсыз? Көк көз. Көк көз болды. Алло. Шапағат. Да. Ассалаумалейкум. Бұл миллион кімге бұйырады бағдарламасын жүргізсе, мен Ескендір. Кім? Марат Досаев. Ассалаумалейкум. Мәке, қалай жағдайыңыз? Жақсы болыңыз былай? Жақсы. Не ғой, мына жақта сіздің досыңыз Алтынбек Тәшімбетов деген, Алтынбек деген жігіт, әнші жігіт. Кім? Алтынбек. Жарайды, мақұл, ха? Алтынбек деген жігіт, сол сізбен сөйлесейін деп жатыр, соған көмектесерсеңіз. Алло, кім бұл? Мен ғой, Алтынбек. Ағасы, ассалаумағалейкум. Қалайсыз жалпы? Сізге әрдайым көмектесуге дайынбыз ғой біз? Алло. Көк көз, мен ғой. Қай Алтынбек?
Аха, Алтынбек, сен ба брат, инфинитидан тай жеп тұрған айтпайсың ба? Брат, не болды брат, тойға келмедің тегің? Адам сияқтысың, братқа барып айтып қой. мен ғой әнші Алтынбек. Не болды, айтшы, не істеу керек? Маған жауап керек маған. Айта бер жауабын. Мен сахнадан шыққанда жұрттар не дейді? Не дейді? Не дейді екен? Мынау кім дей ма? Тағы да мынау шықты ма дейді. Жоқ әлде Дархан Кемелев па дейді. Жоқ әлде мынау Сейфуллин Жолбарыс емес па деп айтады екен. Л деген вариант бар ма? Л. Бар ма Л деген? Білмеймін, қандай вариант ол сұрашы? Л деген вариант болса, менің ойымша вообще өшіріп тастау телевизорды сен шыққанда. Сол дұрыс сияқты. Рахмет, рахмет. Көз мен танымай қалма. Досыңыз ба, точно? Досым деп қоясыз ба? 2 жылдық досым еді. Так, үшінші сұрақ. Сіздің ең жақсы сүйіп тыңдайтын, көретін командаңыздың аты? А. Көз тимесін. Жоқ, басқа жауап жоқ. Мен бірден жауап берсем бола ма? Болады. Көз тимесін. Дұрыс емес, көз тимесін. Рахмет. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда болған Алтынбек Тәшімбетов. Рахмет. Көз тимесін. Шапалақ. Алтынбек Тәшімбетов. Онда болса, Алтынбектің концерті тағы да құрметті ағайындар. Құтты болсын. Шабалақ ұрып қойсаңыздар. Мына республикалық деңгейде көңілді тапқырлар клубында топ жарып жүрген